Окуучулар, менин армандын такырыбында эссе жазабыз. Жаңадан келген баланы көрдүм ба? Мыкты экен, э? Анага бир аз жылдык кубаты оңой эмес. Соны айтам, спорт менен айналысатын сыяктуу. Ерсултан, неге төбөлөшүп жүрсүң? Ой. Ол өз баштады ғой. Сабактан соң директорга киресиң. Неге? Менің түк қатысым жоқ. Сөздү көйүтпе, ол да кирет директорга. Отур. Бүгүн Назым келди ма? Жок, келмеди. Ауырып жатырмын деген. Жарайт, түсүнүктүм. Позор. Позор ғой. 9-шы сыныптың баласына таяқ жеп не көрінді сендерге? Қарсы ұрыстан мен төбелеспедім. Аузың жапшы. Сен нандай денеңмен қалай таяқ жеп қалдың? Байқамай қалдым қоратын. Бұдан алдын менің ударымнан ешкім тұрмайтын деді. Мұнан білмеймін. Қоя салшы. Все, сауық кеткен соң бәріміз бірге барамыз. Түсіндіңдер ма? Сөйт кеттік. Жақсы сау болыңдар. Ерсултан, менен бирге директорга жүр. Калгандарыбыз кайтамыз. Не болды? Жаңадан келген окуучунун касына шықпай калдысың ба? Ол өзі отырған ғой мен жаныма. Жаба өзүңдү. Сол сени коргойт деп ойлоп турсуң ба? Ол бала мага унап калып, эртеңден бастап касында отканын көрсем, аягын сындырам. Түсүндүң ба? Бара бер бар. Шынымен де. Мерей, Ерсултан жанынан шықпай калыпты. Көш, ондай краш бола медине карайт дейсің ба? Мен же Мерейді де масқаралап, Ерсултанды одан алшақтатуымыз керек сияқты. Абдурасулды ұрып құлатсам оңай емес екен. Жалғыз гүл дегеніміз аяққа кіретін тікен болып шықпаса болды.